Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде Барыс Медиа, студияда мен Фарида Сейілханқызы және біздің бүгінгі қонағымыз ұлағатты ұстаз, Қазбілім Групп компаниясының басқарма төрағасы, ұлттық мектептер жобасының жетекшісі Аятжан Ахметжан мырза. Қош келдіңіз. Қайырлы күн баршаларыңызға. Аятжан Ахметжан, ұлттық мектептер жобасы жетекшісі, ұлағатты ұстаз. Еңбек жолын химия пәнінің мұғалімі болып бастаған азамат бүгінде Қазбілім Групп компаниясының басқарма төрағасы. Ұлттық білім кеңістігін дамытуға аянбай үлес қосып келе жатқан жан тіл жанашыры ретінде де танымал. Белгілі педагог білім саласындағы біраз оқулықты бүкпесіз баяндап, бетбұрыстарға бағыт беріп жүр. Тіпті менбірдегілерді санап, министрлікке үндеу жолдаған Аятжан Ахметжан су алған өңір мектептеріндегі жағдай туралы ой пікірімен бөліспек. Біз дәл қазір тікелей эфирдеміз. Арнамызға жазылып, сілтемемен бөлісе отырыңыздар, сондай-ақ сауалдарыңызды маманымызға жолдасаңыздар болады. Аятжан мырза, енді дәл қазіргі жағдайда өзіңізде көріп отырсыз. Тура мағынада да су жаңа Қазақстан болып жатырмыз. Жаңа Қазақстаннан кейін су жаңа Қазақстан болады. Иә, су жаңа Қазақстан. Сатылы дүние ғой. Шыны керек, ұлттық мектептер дамытамыз деп жүргенде суға батып кетеміз ба деп қорқып отырмыз. Осы тұрғыда заңды сауал туындайды. Дәл қазір су басқан өңірлердегі білім беру жүйесі қалай болып жатыр? ОБТ жақындап қалды, түлектер қайтеді. Жалпы енді қазір су басқан өңірлерде мектептер қашықтан оқытуға, онлайн оқытуға жіберілген. Себебі эвакуация центрі ол не? Мектептер, больницалар, спорт мектептері бар, қарапайым мемлекеттік мектептер бар, басқаларының бәрінің көп сандысында қазір тасқыннан құтқарылған адамдар уақытша тұрақтап жатыр. Солардың уақытша тұрақтайтын мекеніне айналды. Және онда қаншама бала, қаншама оқушы енді тұрып жатыр. Олардың қазіргі білім саласындағы олардың білім алу жағдайы онлайннан, қашықтан деп айтқанмен, шындап келген кезде дәл сол апат болған райондардың балалары білім алу тоқтап тұр деп айтуға да болады. Өйткені олар эвакуация орталығында, өз ауылында емес басқа ауылда, оларда дәл қазір онлайн оқитындай шарт жағдай бар ма? Жеке бөлмесі бар ма? Интернеттің мүмкіндігі бар ма? Ал мұғалімдердің сол су тасқыны болып жатқан өңірлердегі мұғалімдердің сабақ өтетін мүмкіндігі бар ма деген сұрақ ол басқа жағдайда. Сондықтан дәл қазір олардағы жағдай тоқтап тұр деп айтуға болады. Оның үстіне көп санда төтенше жағдай өте ауыр өңірлерде, мысалы Құлсары сияқты, Батыс Қазақстан, Орал қаласы, сонымен бірге Торғайдың кей өңірлері мұғалімдер ерікті ретінде жұмыс істеп жүр. Яғни судан құтқару жағасында, мысалы Батыс Қазақстанда қаншама әріптесіміз білім саласында жұмыс істейтін өте ер адамдар бәрі судан тасқыннан қорғану бөгеттерін жасап жүр. Құлсарыда да тура солай, Атырау қаласында да солай. Сабақтан тысқары уақыттарында деп айтады әрине. Бірақ бұл жерде мүмкіндіктің жоқтығы сабақты уақытша тоқтатып тұр. Меніңше қазіргі таңда екі түрлі шешім керек еді деп ойлаймын. Бірі, ең маңыздысы, апта ауыстыру. Яғни ондай өңірлерде қазір мысалы төтенше жағдай жарияланған неше апта, сол аптаны жазғы уақытпен ауыстыру. Яғни олардың маусым айына енді төтенше жағдай су апаты бүгін болмаса ертең болмаса бір күн тоқтайды ғой. Сол уақытта қанша уақытта су апаты болып, сол аптадағы уақытта басқа уақытқа ауыстыру керек еді деп ойлаймын өз басым. Бұл бір шешім. Екінші шешім енді ол бұрын жасалу керек дүние. Мысалы біз пандемияның тұсында да өстіп абыржып қалдық қой. Мемлекетте орта білімнің базасы толық цифрлану керек. Яғни не? Мемлекеттегі үздік мұғалімдерден мысалы 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін әр пәннің сабағын өткізіп 45 минуттың сабағы мысалы мемлекеттік бағдарламаның видео нұсқасы контент ретінде оқу ағарту министрлігінің базасында дайын болу керек. Бізде қазір дайын емес. Кез келген уақытта. Бізде қазір жекелеген компаниялардың ресурстары бар, мысалы Білім Медиа Групптың Білімлен немесе Дарын онлайн деген сияқты платформалар, бірақ жүйелі емес және толық емес. Оларды сырттай бақылап отырған. Олар және ақылы. Мысалы дәл қазір оларды ақыға біреу сатып алып жазылып оқымайды ғой. Тура солай да.
Енді не нәрсенің болса да нәтижесін кейін көреміз ғой. Зардабы қандай болмақ? Енді дәл сол өңірдегі балаларға білім сапасына орасан зор зиян тигізеді. Мысалы пандемия тұсында біз ойбай біз білім сапасын жоғалтпауға тырыстық, айттық деп айттық қой. Бірақ дәл қазір пандемия тұсындағы онлайнда жатқан 1,5 жыл 2 жыл онлайнда жатқан балалардың зардабы шығып жатыр. Қазіргі 9-10 сыныптың балалары сол кездегі 5-6 сынып болып онлайн болып кеткендер кәдімгі зардабын бүгінгі мұғалім сезеді. Ол білім сапасынан да тәрбиеден де көрініп тұрады. Аятжан мырза, қолыңызда енді нақты дерек статистика бар ма? Білім саласының сарапшысы ретінде қанша бала қазір онлайн, офлайн оқып жүр? Мен енді нақты бүйтіп өңір-өңірге бөліп қарадым. Қазір бізде енді ресми төтенше жағдай жарияланған 10 өңір болатын, қазір 8 өңірге қысқарды. Сол өңірлердің мысалы енді кейбір өңірлер толық емес. Мысалы Қостанай облысының қаласы офлайнға шықты, 2 күн онлайнда отырды, қайтадан офлайнға шықты, ал кейбір аудандар онлайнда жатыр. Солай мен есептеген кезде бір қазіргі таңда 300 мыңға жуық оқушы онлайн оқып жатыр деп айтуға болады. Шамамен. 300 мыңға жуық, иә? Аятжан мырза, енді сіз айтып отырсыз ғой, бүгін болмаса, ертең бітеді, бір күнді бітер, бұл төтенше жағдай. Лайым аяқталсын, елімізде тыныштық орнасын. Дегенмен, осы білім беру жүйесіне бір реформа қажет деп ойламайсыз ба? Кім біледі, бәлкім бұндай жағдай болашақта да қайталануы мүмкін. Мен айтып отырмын ғой, бағана айтып отырған осы да. Бұндай жағдай, Құдай сақтасын, әртүрлі жағдай түрлі болады. Аздан кейін бала ауырып та қалуы мүмкін. Бала ауырып қалған кездерде сабағын толықтауға 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін кез келген сабақтың тақырыбы видео нұсқада түсірілген, цифрланған және оның орындайтын тапсырмалар дейін платформаға жасалған нұсқада мемлекетте дайын тұру керек. Кез келген балаға ол және қолжетімді болу керек. Ол қиын шаруа емес. Мемлекетте 500 мыңға жуық мұғалім бар. Және қазір енді цифрлық дамыған қоғам ғой. Сондықтан бір керемет платформа жасап, кез келген тақырып, мысалы 8-ші сыныптың 4-ші тоқсандағы 2-ші аптасындағы 3-ші сабақ деп баса салса, мысалы, шығатындай бүкіл цифрлы платформамен тұрса, ол ауырып қалған оқушыға да, белгілі себеппен отбасының келе алмай қалған оқушыға да кез келген уақытта қолжетімді болса, және ол басқа мұғалімдерге да қолжетімді болса, бұл бізге құба-құп. Көптеген мемлекеттерде бар. Тіпті кей мемлекеттерде тұтас YouTube кеңістігіне салып тастаған. Мысалы, осындай YouTube жобаларда, мысалы, 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін кез келген тақырып таба аласың. Бізде жекелеген компаниялар бар, әртүрлі тақырыпта, жекелеген мұғалімдер бар, әртүрлі тақырыптар түсіріп интернетке салып жүрген. Бірақ енді олда жүйе жоқ қой. Не себепті жүйе жоқ? Өйткені ол, мысалы, біздің Қазбілім ТВ деген YouTube каналымызда 700-ге жуық сабақ бар. Бірақ ол жерде бір бағдарламамен түсірген, ретімен түсірген сабақ емес. Әр мұғалімнің қызықты өтетін сабақтарын түсіргенбіз. Ал 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін әр тақырып түсіріп шығу, ол енді үлкен ресурс, үлкен энергияны қажет етеді. Оны жеке бір компанияның тегін жасауы өте қиын. Енді не нәрсе болса да басшылықтан басталады ғой. Сіз өзіңіздің сұхбатыңыздың бірінде білім министрлігі нашар менеджер деп баға берген екенсіз. Қазір қандай бетбұрыстар болып жатыр? Білім министрі нашар менеджер екендігін осы оқу ағарту министрлігі қазір нашар менеджер екенін осы төтенше жағдай кезінде де көрсетіп жатыр да. Оқу ағарту министрі бар бөгет тұрғызуға көмектесті деп күрек көтеріп жүрген суретін баспасөз хатшысының мақала қылып таратуы деген сияқты дүниелер оның нашар менеджер екендігінің көрінісі. Білім оқу ағарту министрі дәл қазір не істеу керек? Ана оқымай қалған, онлайнға шығып кеткен, білім тоқтап қалған, мектептері эвакуациялық орталық болып кеткен өңірдегі оқушының ертеңгі тағдыры не болады? Соған қандай сапалы білім жасап бере алам? Оған қандай шартты жағдай жасап бере алам? Керек болса, эвакуацияланған орталықтардағы балаларды мектеп интернаттарына қалай орналастырам деген шартты жағдаймен басқа тұру керек. Бұл жерде былай ғой. Әркім өзінің ең маңызды шаруасымен шұғылдану керек. Оқу ағарту министрінен басқа адамда құрып қалған жоқ бөгет тұрғызатын.
ол окуу агартуу министри ана жердеги мугалим мен окуучунун чарчагдай мен калай жасайм, кандай чечимдер кабылдайм деген сурак болуу керек. Ана жерде парламент депутаттарынын алдына баруу керек. Міне, құрметті депутаттар, мынандай жағдайда төтенше жағдай болып жатыр. Мына жердегі менің 200 мың балам білім алмай қалды. Бұларды мынандай жеңілдіктер жасап берулерін сұраймын. Мен мұғалімдер мынандай жеңілдіктер жасап беруін сұраймын деп кәдімгі нормативтік құжаттармен жүгіріп жүретін адам ғой. Қысқаша айтқанда, жарнама үшін жұмыс істеп жүр, Арзан пиар. Арзан пиар. Ахметжан мырза, айтыңызшы, кімді осы білім министрі ретінде осы лауазымда көргіңіз келеді? Енді бір адамды айтсам, жарнама болып кетеді. Бірақ мемлекетте білім саласында менеджерлікті жақсы қызмет атқарып жүрген адамдар жеткілікті. Осы салада үлкен тірліктер атқарған, үлкен жобаларда сенімнен шыққан мамандар жеткілікті. Өкінішке орай. Бұрынғы министрліктің, осының алдындағы министрліктің кабинеті де өте жақсы жұмыс жасаған бір министрліктің жүйесі еді. Енді ол кабинетте қазір мына министр келгеннен кейін тазарып жоқ болды ғой. Қол астындағы үш вице министр комитет төрағаларынан басқа бірақ алмасты. Бұл сабақтастықтың жоқтығы да. Сондықтан мен біреудің атын атағым келмейді. Өйткені екінші біреу, үшінші біреулерге обал болуы мүмкін. Біріншіден. Екіншіден енді білім министрі тағайындау халықтың сайлау мәселесі емес қой. Ол президенттің тікелей өзі тағайындау құзыреті. Жаңа сабақтастық деп жатсыз ғой, енді одан бұрын жемқорлық тұсау болып жатқан жоқ па? Жемқорлық тұтас Қазақстанға тұсау ғой. Біз жалпы жеке білім саласындағы білім саласын жемқорлықтан тазалап аламыз деген мүмкін емес. Мен қалжыңдап айтам, мемлекетте жемқорлық тоқтаса, мектепте тоқтайды. Мемлекетте жемқорлық мәселесі тоқтамаса, мектепте жемқорлық тоқтамайды. Немесе керісінше де мектепте тоқтаса, мемлекетте тоқтайды деген сияқты. Яғни тәрбиеленуші болашақ ұрпақ ретінде. Сондықтан білім саласын деп бөліп алу қателік. Жалпы жемқорлық біздің мемлекеттің нөмір бірінші ауыр дерті. Енді не дегенмен білім саласында жемқорлық болса, енді басқа салаларды елестету қиын. Әрине, өзіңіз біраз жыл мектепте басшылық қызмет атқардыңыз. Сол кезде ұстаз болу үшін қолыңызды қысып, қаржы ұсынғандар болды ма? Енді қолымды қысып қаржы берген адам жоқ. Бірақ соғымың болады, рахметімізді айтамыз, биылғы соғым бізден болсын деген сияқты дүниелер көбірек болды. Енді ашып айтпай отырсыз ғой, осы туралы толығырақ айтыңызшы. Сізді жұрт алдына именбей шығып, шындықты айтатын адам ретінде жақсы танимыз. Енді бұл жерде былай ғой, маған сондай ұсынатындар, ұсыныс айтатындар кездеседі. Ал менен өзге адам болса, ол одан көп болады деп ойлаймын. Өйткені менің қолым былғамайтынымды, менің пара алмайтынымды, менің мына қоғамның былықтарымен күресіп жүргенімді көрген адам ондай әңгімеге батпау керек. Бірақ енді әлгі бәрі деп ойлайды ғой. Барлық директор жемқор, барлық басшы жемқор деген сондай мақсатпен дүниелер болуы мүмкін. Енді білім саласындағы жемқорлық ауыр екендігін, мысалы, былтырғы 4-5 оқиғадан ақ білуге болады. Мысалы, былтыр дәл осы күні ғой деймін, жаңылмасам, осы сәуір айының басы болу керек. Талдықорған қаласының бухгалтері 1 миллиард теңгемен ұсталды. Бір жыл болған жоқ. Күні кеше Шымкенттегі бір мектептің басшысы 6 миллион теңге жымқырды деп ұсталды. 6 миллион теңгені есептесең ал мыңдап 1 миллиард теңге бухгалтер. Мысалы, бұндай оқиғалар өте көп. Енді бір сауал түптеп келгенде, қалай бұл дерттен айығамыз? Қашан бастау алды бұл дерт өзі? Ол мемлекеттегі жемқорлық қашан бастау алды деген дүние ғой. Артын айтпасақ, 90 жылдарда тәуелсіздіктің қайта құру кезінде, мысалы, тәуелсіздіктің ұрлау моды болды ғой. Бүкіл мемлекеттің таран-таражылап, тіпті тоқтап қалған заводтардың темір-терсегіне дейін ұрзап сату деген сияқты. Солда бұлдан құтылудың жалғыз жолы, мен қалжыңдап айтамын кейде, біз Конституцияның бірінші бабын орнатқан кезде болады. Конституцияның бірінші бабында не дейді? Қазақстан өзін демократиялы, зайырлы, құқықтық, тәуелсіз мемлекет ретінде орнатады. Осы жерде екі дүние. Бірінші, құқықтық мемлекетке айналуымыз керек. Бүкіл заң үстемдік құрған.
екіншісі демократиялық мемлекетке айналуымыз керек. Егер біз құқықтық мемлекет болып жегендердің бәрі айналып өтіп кетпейтін, бүгін сотталып ертең 1,5 жылдан кейін шығып кетіп 10 жылдан кейін Бишімбаевтың тағдырын кешіп жататындай жағдай болмаса, онда біз тоқтата алуымыз мүмкін. Егер бүгін баяғыда болып еді ғана $1 миллион ба не деген болды, рақымшылықпен шығып кетеді мысалы. Тура сондай оқиғалар болды, онда көкелер бар адам жеуден қорықпайды, ертең мені де шығарып алады дейді болды. Өйткені есіңізде болсын, кезген ортада бір адам жемейді. Жалғыз адам жей алмайды. Немесе мысалы бір бухгалтер жейді десе, мен сенбеймін. Мысалы биыл қаншама бухгалтер ұсталды. Ол басшысымен бөлісті деген сөз. Немесе салалық жоғары жағындағы бухгалтерлармен бөлісті деген сөз. Ол бір адам жей алмайды да, бір адам жасыра алмайды. Сондықтан бір нәрседе бір адам ғана жемқор ретінде сотталған кезде, оның артындағылар мынау құрбандық қой деп ойлайсың да. Тіпті мына министрден кейінгі вице-министр, одан кейінгі басқарма басшысы, директор деген сияқты лауазымды тұлғалардың өзіне ақша беріп кіріп жататын жасырын емес қой. Енді бізде өзі парамен сыбайластық жоқ. Сала бар ма екен? Сұрақты, сондықтан мен таңғалмаймын ештеңеге. Ал қай министрдің тұсында алға жылжулар болды деп ойлайсыз? Қай министрге нашар баға бересіз? Енді мен арғы министрлерді білмеймін. Мен Жансейіт Түймебаевтан бері қарайғы министрді білемін. Жансейіт Түймебаев, Бақытжан Жұмағұлов, Аслан Сәрінжіп, Ерлан Сағадиев, Күләш Шәмшинова, Асхат Аймағамбетов, Ғани Бейсенбаев. Мен енді ішіндегі ең жақсы министр, әрине көптің де көңілінен шыққан Асхат Аймағамбетов. Үлкен жұмыстар жасады, педагог мәртебесі туралы үлкен деңгейге көтерілді. Қаншама университеттердің жобасы, білім және ғылым министрін бірге басқарып тұрғанда қаншама сапасыз университеттердің аяғына тұсау болды деген сияқты үлкен жұмыстар атқарылды. Ал ең нашар десең, нашардың біріншілігіне таласатындар көп. Ол жерге Аслан Сәрінжіпті таласуы мүмкін. Оған қазіргі Ғани Бейсенбаев алдын бермеймін деп жатыр, нашарлықтың артынан санағанда деген. Ол жерге Ерлан Сағадиевті таласады өйткені енді жұрттың сонша бүкіл Қазақстан қарызы болған 3 тілдік бағдарламасын кіргізіп қаншама сорлатып кетті деген сияқты. Сондықтан өкінішке орай білім саласы жүйелілікті ұзақ уақытты бір кешіре алмай келе жатыр. Біздің жалпы президенттен тысқары лауазымдағы саяси карьерада мерзім жоқ. Әкімдерде де, министрлерде де. Сондықтан олар нәтижелі 5-6 жылдың жоспарын жасамайды. Әкімде, министрде, өйткені ол 2 жыл, 1 жыл, 3 жыл кетіп қалуы мүмкін. Ол үшін не істей аламыз енді? Сондықтан бұл жерде нақты саяси карьераның мерзім болу керек. Мысалы, президентке сайлансаң сен 4 жыл, қазіргі заң бойынша бізде 7 жыл, 7 жыл президент боласың. 7 жылда өзіңнің жоспарың болады сияқты. Тура сол сияқты. Министр болатын болса, кемінде мен ойлаймын 5 жыл. Нақты жоспармен, бағдарламасымен министр болып келу керек. Ол жайдан жай емес. Мен 5 жылда, бірінші жылда мынаны атқарамын, екінші жылда мынаны атқарамын, үшінші жыл, 5-ші жылда мен мына проблемаларды толық шешем, мынандай деңгейде деймін деп нақты жоспар болу керек. Енді осы жоспар бойынша ұсыныстар жоқ емес, айтылып келе жатыр, Қандай жоқ? Айтылып келе жатыр. Мысалы, бізде ұсыныс, білім саласындағы проблеманың ұсынысы көп, бірақ шешілгені некен сияқты. Мысалы, білім бағдарламасының сапасы, оқулықтың сапасы. Мен мұғалім болып келген 14 жылдан бері оқулық сапасы, енді оқулық сапасының ар жағында білім бағдарламасының сапасы жатыр. Өйткені бағдарлама сапалы болмаса, оқулық сапалы болмайды. 14 жыл мысалы жырланып келе жатыр. Кері шегінбес, ілгерілеген жоқ. Мен алғаш мектепке мұғалім болып келген кезде бір жағдай
3 ауысымды мектеп апат жағдайдағы мектеп деп айтып жүреді 2010 жылдары. Әлі сол 3 ауысымды мектеп, әлі сол апатты мектеп. Енді ол қаржының бөлінбеуіне байланысты. Былай қараңызшы. Фарида ханым. Бала туғаннан мектепке барғанға қанша жыл уақыт керек? 7 жыл, 6-7 жыл. 6 жылда мектеп түгілі одан зорғының ғарыш станциясын салып алуға болады. Сен туған балаңның ертең мектепке баратыны табиғи ғой. Бұл жоспардың, жүйесіздіктің жоқтығы. Бұл біріншіден жанашырлықтың жоқтығы. Мысалы, кез келген әкім өзінің ауылының құлдырап бара жатқанын, дамып бара жатқанын, келесі 10 жылдықта мектептің қалай болады. Мен түсінемін, егер балабақша шешілмей жатыр десе. Туаса 2 жылдан кейін балабақшаға барады, шешілмей қалуы мүмкін. Мектепке 7 жылдан кейін барады. Енді Аятжан мырза айтып отырсыз, жаңа 3 ауысымды мектеп деп жатырсыз. Осы тұрғыда бір сұрақ бар. Оқу жылын 3.90-ға қысқарту керек депсіз. Ол тырнақшадағы 3.90 болатын. Неге? Біз білім сапасы туралы көп ойланамыз. Өткенде физияның нәтижесі шықты. 80 мемлекет қатыстық. 65-ші орында шықты. Оқу сауаттылығынан мысалы. Ұят қой, 80 мемлекеттің ішінде 65 деген. Алдыңғы 40-қа кірдік деп мақтандық деген сияқты сол жерде. Жаратылыштық пәндер сауаттылығынан 40-қа кірдік деп мақтандық мысалы. 80 мемлекеттің алдыңғы 40-ына кіру, 45-іне кіру мақтаныш емес негізі, бірақ мақтандық. Дәл енді осы физияның алдындағы мемлекеттердің не істеп жатыр деген сұраққа келейікші. Олардағы мектеп бір ауысымда. Бала таңертеңнен кеш батқанша толық оқиды. Бірінші. Бізде қайтеді? 3 ауысымда. 3 ауысым, 2 ауысым, жартылай. Бұл бір. Екінші. Олардағы мектептің бәрі жылына орташа 180 күн оқиды. 180 күн. Яғни 365 күннің әр 2 күннің біреуі сабақ. Орташа 180 күн оқиды. Бізде 157, 159 күн оқимыз. Оларда 12 жыл оқиды. Біз 11 жыл оқимыз. Оқу күніміз де қысқа. Оқу сағатымыз да қысқа. Оқу жылымыз да қысқа. Бірақ аналармен тең білім алғымыз келеді. Сол үшін қайтеміз, зорланамыз да бағдарламамыз ауыр деп жүреміз. Біз мектеп 6 күндік болды ғой, сіздер оқыған кезде 6 күндік болған шығар. 6 күндіктен 5 күндікке көшкен кезде 34 аптасында 34 күн жоғалды. 34 оқу күні, яғни 34 сенбідегі сабақ жоқ болды. Ол сенбідегі сабақ жоғалып кеткен жоқ қой. Ол ана жаққа шашылды да. Содан кейін алдыңғы жылы Аймағамбеттің тұсында бұл осы 34 күннің сабағын толықтыру мақсатында, бағанағы мына әлемнің стандарттарына жетілдіру мақсатында оқу аптасын 2 аптаға созды. Яғни 34 апта емес, 36 апта. Бағанағы 34 күннің 10 күнін қосып толықтады. Қоғам шулады. Алдықта қайтадан қысқарта салдық. Одан кейін де қоғам талай шулады ғой. Мәселен, қараңызшы, оқу жылы аяқталуға 1 ай уақыт қалғанда түрлі өзгерістер енгізіп жатыр. Ал осы жылы ОБТ-да немесе соңғы қоңырауда өзгерістер болмай ма? Биыл енді соңғы қоңырау былтырғымен салыстырған кезде 25 мамыр өтетін болып қайтадан орнына келді ғой. Енді 25 мамыр деп тіреліп қалып, енді ана шіркеудегі қоңырау деген сияқты нәрсені елестетеді. Биыл басқа өзгеріс жоқ. Жалпы оқу ағарту министрлігі қазір министр келгелі 1 жыл 4 ай болды ма? Бір орында тұр. Министр бағанағы мен айтып отырған нашар менеджер сөз бүгін келе жатыр. Мұғалімдердің де аттестаттау мәселесі әлі шешілген жоқ. Ол енді шешілді мен құжат қабылданды, құжаттың өзі шикілі пысылы. Осындай да, сондықтан ана ғой, тәп-тәуір жүріп ізге түсіп қалған пойыз алдық та біз тоқтата салдық та. Жаңа рельске түсіп жүріп
кет дегенше тағы уақыт өтіп жатыр. Сондықтан биыл енді шыны керек, мен мына министрлік тұсында білім саласынан үлкен жаңалық күтпеймін. Ойыңызды ашық айтып отырсыз ғой, алдыңыздан кес-кестеп, жолыңызды бөгеп жатқан жоқ па? Кей Деп тұстарда. үйренгенмін оған мен. Ондай кездер болды. Үйренгенмін. Ол ондай менде көп болады. Енді сол үшін де мен мектеп директорлығынан кеттім, иә? Сыпайы түрде кет деді, жақсы деп кеттім. Өйткені маған қызық емес. Маған кіре сала да қызық емес. Басқа да қызық емес. Маған бір ғана нәрсе қызық. Ол білім саласына, ұрпақтың болашағына қызмет ету дейтін мүмкіндік қана қызық. Ал ол мүмкіндік маған министрлік бермесе, мемлекеттің заңдары береді. Яғни қазір жекеменшік мектептер, Қазбілім ұлттық лицейлерін ашып жүрмін ба? Ашып жүрмін. Сол жерде балаға сапалы білім бере алсам, мен сол жеткілікті. Аятжан мырза, қазір енді үндемей қалу ұят қой. Нақты қандай құйтырқы әрекеттер жасалды? Мен сіздің ашық айтқаныңызды қалаймын. Қаншама көрермен көріп отыр, білсін. Енді ең алдымен өткен жылы Астана қаласында Қаймұқан атындағы нөмір 90 гимназияның директорлығынан кетсін деді. Оны білім басқармасы саған кет деп жатыр деп жеткізді. Құлағым тыныш болсын, кете салшы деп. Тікелей. Сосын енді мен ешқашан өзіме қойған нақты принциптер бар. Атақ үшін жүгірмеймін, кресло үшін күреспеймін деген. Жақсы дедім, кете салдым. Одан кейін Қазбілім ұлттық лицейлерінің ашқан кезде лицензия берілмесін деген тапсырмалар болды. Дәл сол министр тарапынан. Министр тарапынан, министрлік тарапынан, министр тарапынан. Бәрібір сөз ғой енді. Үйдегі отаға шешеді деген сияқты не ғой енді. Болды. Оны да біз заңмен дәлелдеп, өтінішімізді беріп жүріп, лицензиямызды алдық. Тексерістер кіргізді мектептерімізге. Штрафын төледік. Тексергеннен кейін штраф та болады ғой. Сонда енді ал қитұрқы әлеуметтік желіде мысалы Аятжанның артында кім тұр деген бір қитұрқы посттарды жазғызды. Менің артымнан бір енді Қытай іздегісі келетіндер көп. Менің артымнан бір саясат іздегісі келетіндер. Мен саясаткер емеспін. Мен таза білім саласының менеджерімін. Әрине, адымдап, қарыштап басып жүгіргім келеді. Бәсекелестер де бар, иә? Бәсекелестік жоқ жерде өнімділік бар. Бар. Қазір жекеменшік мектептер саласында, мемлекеттік мектептер саласында бәсекелестік те дамып келе жатыр. Бағана айтып, қуатты буын келгеннен кейін буын ғой бәсекелестікті қалыптастыратын. Құрметті көрермен, біз дәл қазір тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңызды жолдап, сілтемемен бөлісе отырыңыздар. Аятжан мырза, жаңа мұғалім мәртебесі деп айтып қалдыңыз. Есіңізде болса, осы жыл басында Қызылордалық қос ұстазды гей-клубта көңіл көтергендері үшін, енді тырнақшада ол гей-клуб екенін ешкім атын атап түсін түстеген жоқ, жұмыстан шеттеткені белгілі. Осы туралы не дейсіз? Бұл мәселеде нақты заң қалай солай жұмыс жасау керек. Мен енді ол мәселемен енді сұрастырдым, білдім деген сияқты жұмыстан шығару мәселесі гей-клубта деп шығарылмаған да. Жұмыста болмаған, себепсіз жұмыста болмағаны, өз өтінішімен деген сияқты. Сондықтан бұл жерде заңдық норма. Нақты гей-клубқа барған үшін шығарған ба, әлде жұмыста болмаған үшін шығарған ба? Заң не дейді? Мен бағана сөзім басында айттым ғой. Біз құқықтық мемлекетке айналуымыз керек. Бұл жерде жеке пікір басқа дүние шешпеу керек. Заң қалай? Заң бойынша мысалы мұғалім өзінің кез келген еңбек кодексі бойынша 3 сағат жұмыс орнын қалдыруға болмайды. Жұмыстан 3 сағат бос қалдыруға болмайды деген сияқты. Ескертусіз, бірақ жұмыстан шығарып жібере алмайды. Иә. Сондықтан заңдық норма қалай солай шешілу керек. Енді мен неге бұны айтып отырмын? Өйткені осы оқиғадан кейін біраз ұстаз бас көтерді. Бізде адамбыз, бізде Қазақстанның азаматымыз деп өздерінің пікірлерін білдіруде. Сіз осы мұғалім мәртебесі, мұғалім міндеті туралы қазір қандай пікір? Бұл жерде мынандай да екіге бөліп қарастыру керек. Мен гей-клубқа баруды ақтамаймын. Ол мұғалім ретінде гей-клубқа бару меніңше мұғалім ретінде қателік. Өйткені ол менің санамда мұғалім қай жерде де мұғалымдық өнеге тәртібін беру керек адам.
Екінші тұрғыда ең алдымен бағана айттым ғой, заңдық норманы қарау керек. Ал енді сондықтан мен мұғалімнің сипатына бұл жерде жауап бермеймін. Ал енді менің ұсайтыным қашанда кезінде педагог мәртебесі туралы заңды ең алғаш Сағадиевтің тұсында педагог мәртебесін заң қабылдау туралы ұсыныс айтқан кезімде сол кезде айтқам, мұғалімнің міндеті, құқы ашық жазылу керек. Ата-ананың міндеті, құқы, мұғаліммен қарым-қатынасы, басқарушы органдардың мұғаліммен қарым-қатынасы анық жазылу керек деп. Өкінішке орай енді заң қабылданды, заңның қабылдануы үлкен жетістік деп қабылдадық. Бірақ заңда шикілік көп. Бұның кейбір нәрселер ескерілді, кейбір нәрселер ескерілмеді, кейбір дүниені еңбек кодекстен, білім заңынан алып копи-паст жасап қоя салды деген сияқты. Нақты бұл арақатынас заңдары шешілу керек. Мысалы, қазір ең көп айтылатын уақыт не? Мұғалімдердің мәртебесі туралы ол сайлау, иә? Сайлауда дауыс ұрлаған жағдайда. Меніңше дауыс ұрлаған мұғалім жұмыстан босатылу керек. Енді оның бәрі жоғарыдан түсетін тапсырма арқылы. Жоқ, жалпы тапсырманы орындай беру құлдық қой. Ол заңды ма? Өйткені бүгін дауыс ұрлап мемлекеттің заңын белжесінен басқан мұғалім ертең оқушыға барып, қалай заң сыйла, тәртіп сыйла, мектептің ережесін сыйла деп айтуға моральдық қақы бар. Қақы жоқ қой. Ал қазір көп мұғалім құлдық системадан әлі құтылған жоқ. Сол торда деп ойламайсыз ба? Қалай айтты, солай жасайды. Мұғалім кім? Универсал маман. Оны мен мұғалім деп айтпаймын. Ол мұғалім емес. Ол ұстаз емес. Ол күнін көру үшін, нәпақасын табу үшін мектепте жүрген адам. Ол мұғалім деген кім? Мағжан айтады ғой. Алталаштың баласы бас қосса, төрде көрі мұғалімдік дейді. Төрге кім отыру керек? Зиялы қауым отыру керек қой. Төрде кім отыру керек? Азат қауым отыру керек. Төрде кім отыру керек? Білімді адам отыру керек. Ешкім анау-мынау төрге шығара бермейсің ғой, мысалы. Ал онда төрде отыруға лайықты адам айтқанды орындап, заңды белшеден басып, күн үшін күлік жеп жүре берсе, ол ешқандай да мұғалім емес. Ол жай ғана жүрген, нәпақасын табу үшін мектепте жүрген адам. Сондықтан біз қазір екінің бірін ұстаз, екінің бірін мұғалім дей салатын болдық қой. Ол шынайы мағынасындағы педагог деген ұғымдағы дүние ғой. Бала күтушісінің деңгейінде. Енді осы мұғалімнің біліктілік санаты туралы түрлі жан-жақтан өзгерістер енгізіліп жатыр, бақылау да күшейді дейді. Осы тұрғыдан не дейсіз? Мұғалімдерге қойылатын талап заңды және қатаң болу керек. Мұғалімге қатаң талап қойылу керек. Келісем. Және сол талапқа сәйкес қатаң талаптан өткен адамдарды жалақысы сол министрдің деңгейінде болу керек. Министрдің деңгейінде? Министрдің деңгейінде болу керек. Министр қанша жалақы алады? Менің білуімше 2 миллионға жоқ қой деймін. 2 миллионға жоқ. Егер қатаң талаптан мысалы өтіп, шынайы мықты білімді мұғалім болса, сондай деңгейде алу керек. Ол жасына қарамайды. Мен жасына қарамайды. Мен 2-ның 1-ның мұғалім болып кетуіне қарсымын. Мектепте айлық көтерілді деп 2-ның 1-ның мұғалім болып кете салу болмайды. Қатаң талап қойылсын, үздіктер мұғалім болсын. Өйткені мұғалімнің алдынан ұлттың тағдыры өтеді. Мысалы, дәрігердің алдынан бір адам тағдыры өтуі мүмкін. Мұғалімнің алдынан тұтас ұлттың тағдыры өтеді. Ол тағдырларды ойрандаса, ертең ол тағдырлар басқалардың тағдырларын ойрандайды. Аятжан мырза, ұлттық құндылықты, ұлттық мектеп білім беру жүйесін насихаттап жүрген сізді тіл жанашыры ретінде де жұрт жақсы таниды. Осы мектептерге статистикаға сүйенсек, 2017 жыл дедіңіз, жаңа айтып өттіңіз ғой сөз басында. Орыс мектептеріне балаларын беретін ата-аналар саны күрт төмендеген. Ал 2022 жылдан бастап қайта артқан деп отырсыз. Жоқ, былай ғой. Статистика бойынша біз 91 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін 2017-ге дейін орыс мектебіне баласын беретіндердің саны қатты азайған.
Мгм. 2017-де үш тілдік бағдарламасы бар, латынның келеді дейтін ақпараты бар, және солтүстік көршіміздің пропагандасы бар. Бәрі қосылды да 2017-тен кейін бұл 2016-тан бастап 2017-тен бастап кәдімгі түсіп кетті. 2022-де тіпті мемлекеттің 65% қазақ баласы қазақ мектебіне. Небәрі 35% орыс мектебіне кетіп қалды. Бұл негізі ауыр жағдай. Әйтпесе орыс сыныбына беретін балалардың саны 2016 жылғы қыркүйектерде 12-13%-ға дейін түскен. 2016. 2016 жаңылмасам 2017-нің біреуінің қыркүйегінде 12-13%-ға дейін түскен. Ал 2022-де 35%-ға дейін кетіп қалды. Бұл керісінше жұмыс жасап кетті. Ал 2022-2023-те енді шу шықты, өздеріңіз білесіздер, орыс мектептерінен, әртүрлі мектептерден шу шығып жатыр. Кері жұмыс, үгіт насихат біраз жұмыс жасалды деген сияқты. Содан кейін енді қазір былтырғы жыл жаңылмасам 71% қазақ сыныбына, 29% орыс сыныбына барды. Бұл ауыр сан, ауыр статистика. Неге? Мемлекеттің 70% қазақ ұлты. Сонда қазақтан басқалардың бәрі баласын орыс мектебіне бере ма деген сұрақ туады ғой. Сұрақ. Десе де балаларын орыс тілді мектептерге беріп жүрген қазақ ата-аналары өте көп. Ол жерде қазақ отбасыларының есебінен толып тұр ғой орыс мектебі. Аятжан мырза, жаңа осы сұхбатымыздың барысында айтып өттіңіз оқулықтар жасаудағы, оқулықтар дайындаудағы олқылықтар туралы. Енді бұл өте аянышты, өте өкінішті жағдай, себебі соңғы жылдары өзіңіз көріп жүрсіз, біздің балалар білім алатын оқулықтың ішінде ұятты сөздер тіпті жазылған. Осы туралы не айтасыз? Кім қадағалайды оны? Ұятты сөздер деген, сіз шешенсіген деген сөзді бір ұятты сөз ретінде көрген ата-аналар бол, сондай дүние болуы мүмкін. Енді шешенсінген деген ұятты сөз емес қой енді. Шешенсініп дауға түсіп деген қазақтың бар сөзі ғой. Бірнеше мысал келтіруге болады. Мысал келтіруге болады. Енді нақты фактпен қарау керек. Жекелеген маңдайда оқулықта қатенің екіге бөлім. Бағдарламалық, мазмұндық, методикалық қателіктер. Бұлар кешіруге келмейтін қателіктер. Екінші қателіктер бар. Емлелік, түптеу, типографиялық қателіктер. Бұл барлық елде болады. Бірінші қателікті біз қалай жоямыз деген дүниені ойластыру керек та. Маған жекелеген сөздердің ішіндегі қателіктер емес, ана мазмұндағы қателіктер. Нені алдына беру керек? Мысалы, кәдімгі бірінші тамақ, екінші тамақ тортпен шай ішетін болсаңыз, алдымен бірінші ішесіз, екінші ішесіз, тортпен шай ішіп алып, бірінші тамақты айтпесе, екінші тамақты ішіп алып, бірінші тамақты ішпейсіз ғой. Реті деген дүниеді. Осындай жүйесіздіктер кеткен қателіктер ауыр. Сол мәселелер көп ойландыру керек. Ал оқулық системасы ол тұтас ғылым. Бір оқулық жазу ол бір елді басқарудан қиын шаруа. Бірақ бізде оқулық жазу автордың негізгі жұмысы емес. Қосымша жұмыс. Қосымша. Бағдарлама жазуда, оқулық жазуда автордың қосымша жұмысы. Одан кейін сапалы шықпайды. Мен ең басында, сұхбат барысында мынадай сауал қойдым. Қазір енді топан су басып жатқан өңірлердегі түлектер қайтпек? ОПТ-да жеңілдіктер қарастырыла ма? Енді оны қазір жоғары білім және ғылым министрлігі шешетін шаруа. Сарапшы ретінде пікіріңіз? Енді кеше Мақсат Толықбай, мәжіліс депутаты, біз ұсыныс тастаймыз, емтиханнан босату керек, ұлттық бірыңғай тесттен босату керек деген сияқты мәлімдеме жасап жатты. Енді екі бөліп қарастырғым келеді. Бірінші, мемлекеттік емтихандардан, ТЖБ-лардан апатты жағдайдағы өңірлердегі балаларды босату керек. Ал енді ұлттық бірыңғай тесттегі жағдайды шегеру керек.
уақытын шегеру керек. Мысалы, олар мамырдың 15-і грант облысын басталатын болса, ол өңір мамырдың 15 емес, кішкене маусымда бастасын, олар шілденің 15-іне дейін созып берсін деген сияқты, ары қарай. Өйткені былайда оларға мемлекет емтихансыз грант беретін болса, мына жақтағы білімді бір адамның жолын, мына жақта оқымаған бір адам төтенше жағдайдың болған үшін алып кетуі мүмкін да. Ал өйткені ал мемлекеттік емтихандар, мысалы ТЖБ-лар, ол басқа нәрсе. ТЖБ-ларда мемлекеттік емтихандан босатуға болады. Ұлттық бірыңғай тесттің шаруасын сәл басқаша қарастырылу керек. Өйткені ол ар жақтағы маманның сапасын келтіріп шығаратын дүние. ұбт-ның сапасы ертең маманның сапасын келтіріп шығарады. Аятжан мырза, соңғы сауалымды қояйын, уақыт тығыз екен. Енді сөз бөлек, іс бөлек деп жатамыз. Білім министрі болып жатсаңыз, лайым соны тілеймін. Ең алдымен қандай өзгерістен бастар едіңіз? Ойбай, отқа тастай көрмеш дегендей ғой. Білім саласында мынадан бастау керек деп айтатын жеке проблема жоқ. Жеке жоқ. Бағандағы оқулық мәселесі болсын да маңызды, мектептің барлық мектеп бір ауысымда болуы да маңызды, мұғалімнің біліктілігі де маңызды, білім бағдарламасы да маңызды, цифрландыру да маңызды. Сондықтан дәл қазір ойлану керек. Мысалы, маған министр боласың ба деген ұсыныс тастаса біреу, онда мен айтар едім. Маған мүмкіндік беріңіз, мен 2 ай отырып, бүкіл бәрін сызып, жасап алып білейін. Сосын жасап алып кеп алдыңызға тастай, осының бәрін істеуге мүмкіндік берем, қолдайым, ал кет десеңіз, кірем. Мынаны жаса, мынаны жасамай ақ қой деген дүние болса, онда мен бармайым деп айтатын. Өйткені бұл білім саласы өте кешенді сала, өте жан-жақты сала. Бұл ұлттың тағдыры, бұл елдің тағдыры. Мемлекеттің келесі 30 жылы қалай болуы, бүгінгі 11 жылдық мектеп қалай болуына байланысты. Сондықтан мен дәл қазір ешқашан министр болуды ойланып көрген емеспін. Өйткені мен оған дайын емеспін. Және дәл қазіргі жағдайда маған ешкім ондай қызмет ұсынбайтынын білем. Сондықтан дайын емеспін. Аятжан мырза, сізге көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңіз үшін, сүбелі сұхбат бергеніңіз үшін. Құрметті көрермен, сілтемені бөлісіп, төменге пікір қалдыра отырыңыздар. Біз дәл қазір тікелей эфирдеміз. Эфирді осымен аяқтайық. Рахмет, Аятжан мырза. Қайырлы кеш. Эфирге шақырғандарыңызға рахмет. Ел ертеңі жарқын болғай.